Benim kolumda ne var? Asық. Dұрыс айтасыңдар. Бұл асық. Асық деген төрт түлік малдың тірсегінде болатын шымыр сүйек екен. Біздің ата-бабаларымыздың ойыншықтары болмаған, иә? Сондықтан осындай сүйектерді ойыншық қылған екен. Асық ойындары күндіз де, түнде де ойнаған екен. Күндізгі ойын мергендікке, ал түнде ойнайтын ойындар ептілікке баулиды екен балалар. Балалар асықты еріп лақтырған кезде бірнеше түрге бөлініп түседі екен. Алшы, шық, бүк және тәйке. Балалар, біз сендермен асықпен ойын ойнайық. Тұрамыз. Maldarım, sakalımda daldarım, sakallı gördüm çok, verdim yoldarım. Көш алдың балаларымен бір ойын ойнап келе жатырмын. Солай екен. Қызық, өте қызық ойын екен. Сендер ойнағыларың келе ме? Ал, олай болса балалар, менің ойыным мына дорбаның ішінде. Бұл ханталапай ойыным. Ойынның шарты былай. Мына дорбаның ішінде асықтар бар. Бұл асықты дәл ортаға шашам. Бұның ішінде ерекше хан асығы бар. Егер үлкен хан асығын кім алар, ойынды сол бала бастайды. Ал, талапай, талапай, басталды ойын. Талапай! Ал, балақайлар. Ал, балалар, хан асығы кімге түсті, сол ойынды бастайды. Олай болса, аяқ бар бастайды. Ал, балалар, мына ойын алаңына келеміз да, ұтып алған асықтарыңды тіземіз. Ал, балалар, кім жеңімпаз екенін көрейін, ойын қызық болды ма? Ұнады ма сендерге? Ал, олар астан тез санап Кімге қанша ойын? Жеңімпаз аяқ бар екен балалар. Ең көп асық жинаған аяқ бар, 7 асық балалар. Ал, шапалақ ұрамыз. Жарайды, аяқ бар.